Төртінші адам. Пайғамбар айтады, төртінші сипаттағы адам жүрегі мешітке байланған адам дейді. Қолы босаса мешітті жақсы көреді. Қазір сондайды көріп жатырмын, қолы босаса бильярдқа кетеді, қолы босаса охотаға кетеді, ар жаққа кетеді, мына жаққа кетеді. Дұрыс, ол да керек шығар мүмкін. Андасында мүмкін ол да керек шығар. Бірақ бәрібір жүрек мешітке байлану керек екен. Осы шар болмағанда мешітке баратын едім деп жүру керек екен. Сол жүрегімізді мешітке байлап қоятын болса, Құдай қаласа не болады? Махшар әлемінде жүзіміз жарық болады. Және ғалымдар айтады, жүрегіңді мешітке байлағаннан кейін, мешіттің ішінде адам болып жүріп, мешіттен шыққаннан кейін де сен сол қалыпты өзгертпе дейді. Мешіт деген не ол? Мешіт деген есіктен кіргеннен, мына воротадан кіргеннен кейін осының бәрі мешіт есептелінеді. Тек қана заняние емес. Мешіттің территориясы тұр ғой ворота. Воротадан кірдің ба, оң аяқпен бисмилля деп кірді, болды, неңді өзгерт сен. Сөзіңді өзгерт, жүрісіңді өзгерт, жан дүниеңді өзгерт, бүткіл неңді өзгерт баста. Қарап отырсақ, неміз әлсіреп кеткен ба, мешітке әкенің үйіне кіріп келеміз былай. Қолымызда телефон, сахабаларды қарайтын болсақ, дәретханадан отқан кезде Али радиаллаху анху жүзі өзгеріп кетеді екен. Біресе қызарады, біресе бозарады дейді. Али, саған не болды? Мазаң болмай тұрма десе, жоқ. Мен қазір кімнің алдына кірейін деп жатқанын сезініп тұрмын дейді. Қазір мешітке кірген кезде Алламен мен жүздесем. Соны сезініп тұрмын деп дәретханадан бастайтын еді солар. Бірақ дәретханада емес, мешіттегі құрметті бауырлар, шамамыз келгенше, қод истатаатым дейді алатылар, шамаларың келгенше тақуалық қылыңдар дейді. Енді мешіттің ішіне келген кезде ешкіммен қарсыласпаймыз, ешкімге сөз дөрекілік айтпаймыз. Солай ғой, жаман ойламаймыз мешітке кірген кезде. Енді жаңағы жүрегі мешітке байланды деген адам көшеге шыққан кезде осындай болып жүрсін дейді. Мынау әлемді өзіне мешіт жасабасын дейді. Қоғамды бар ғой, мына жер планета ол үшін мешіт болсын. Тек қана мына жер емес. Көшеде жүрген кезде мешіттің ішінде жүргендей сезін дейді. Базарда жүрсең де бір рет қағып кетпе иегіңмен. Мешіттің ішінде жүрген жаңа бір рет қағып кетпедің ғой сен. Тиіп кетсе кешірім сұраймын, айып етпеңізші деп. Жай сөйлейсің, ақырын сөйлейсің, біліп жатсың қай жерде жүргеніңді. Қоғамда жүрген кезде де сол мешіттің ішінде жүрсең, Құдай қаласа, сол адам дейді ол. Жүрегі мешітке байланды деген адам. Ал мешіттің ішінде тақуа болып жүріп, бірақ көшеге шығып қайттан дөрекілікке өтетін болса, ол сипат оның несі емес дейді. Демек бұл мешіт деген не ол? Мешіт деген осы құптан намазды үйде оқысақ та қабыл болады. Құптан жалпы намаздың 12 парызы бар. Сыртында 6 шарты бар, ішінде несі бар? 6 рукын бар. Екен қосқан кезде 12 парыз шықты. Соның ішінде мешітте оқы деген шарт жоқ, рукын жоқ ол жерде. Қай жерде болса да таза жер тауып намаз оқысаң, сол намаз мойнымыздан түсіріледі. Бірақ мешіт салудағы мақсат не еді бұл? Расулла мешіт соқты. Мединеге барған кезде ең бірінші осыдан бастады. Мешіт соқты. Мұсылмандарды бәрі мешітке жинады. Мешітке келіп құптан оқысаң 27 есе сауап аласыңдар деп сахабаларды мешітке жинады бәрін. Мақсат не? Бәрімізді бір сапқа тұрғызды. Саппен тұрыңыздар деп. Мақсат не ол жерде? Бауырластыру. Біздің ниетімізді бір, біздің құбыламыз бір, Алламыз бір, пайғамбарымыз бір. Мақсат осы ғана, бауырластыру. Бірақ мешітке келіп алып, бір-бірімізден бөліну үшін салынған жер емес бұл. Міне салафиттер былай тұрыңдар, ханафиттер былай тұрыңдар, бөлініңдер измға. Жоқ, ондай жер емес мына жер. Егер бөліне берсе, онда жабылады бәрі. Мешіт ол үшін салынған жоқ. Өткен бір бауырым айтады, Атырауға бардым, намазда тұрсам, жанымда тұрған бауырым аяғымды басып тұрды дейді, аяғымды прям. Мен ақырын тартсам, аяғымды қайттан келіп басады дейді. Намазда тұрмыз дейді, бірінші ракағатта. Имамның артында. Сол бірінші ракағатта мен қашумен болдым, ол мен қуумен болды дейді. Жылжимын, ол да жылжиды. Жылжимын, жылжиды. Осылай болды дейді. Жарайды деп, сонымен екінші ракағатқа тұрған кезде екі аяғымды қосып алдым бір-біріне дейді. Ана аяғы жетпей қалсыншы деп. Сонымен тұрмын, рукуға еңкейген кезде ана жанымда тұрған бауырым дейді, аяғыма шап берді дейді. Аяғымды ұстады, күшпен, күштеп әкеп, өзінің аяғына әкеп қосып қойды дейді. Ана жерде тұрған кезде енді ашуым басыма шапты дейді оған жерде. Құлақ шекеден ұрғым келді дейді тұрған жерінен. Бірақ ұстадым өзім дейді. Мешітте тұрмын ғой енді, имамның артында тұрмын, сапта тұрмын мен. Бауырым дедім, Алла разы болсын саған, сен сабырлық таныттың. Міне сабырлық осындай болады негізінде. Ашу келген кезде ұстай алсаң, сен сабырлысың. Ол жайында қайдасы не дейді пайымсам? Ас-сабр
айында содматыл ула. Сабырлық деген әуелгі сәтте болады. Ашу келген кезде ұстадың ба, сол адам сабырлы дейді. Аузыңнан ақ ет кіріп, көк ет шығып болғаннан кейін барып, жарайдан бауырым деген сабырлық емес ол. Ең басында ұстап қалдың ба, мін сабырлық. Бауырлар, біз мешітке келіп біреудің аяғын тұрлау үшін келмейік бұл жерге. Біреудің аяғын басу үшін, біреуді тартып тұру үшін мешітке намаз оқуға келейік. Хушуқ деген нәрсе бар. Алланы көріп тұрғандай оқы деді ғой Расул, ихсанды сұраған кезде. Алланы көре алмайсыңдар, Алла сені көріп тұрғанын біліңдер, солай намаз оқыңыздар. Сап туралау ол не емес? Расулланың сүннеті бойынша такбир тахрим алынғанға шейін сап тураланады. Кір шық. Және риwayatта иықпен иық деп айтқан, аяқпен аяқ емес ол жерде. Сахабалар айтады, иығымыз бір-бірімізге тиіп тұрған соншалық мына жерлеріміз киімдер оңып кететін дейді. Тиіп тұра бергендіктен мына жер жыртылып қалады екен. Аяғымыз жыртылып қалады деп айтпады солар. Бүйтіп тұра бергендіктен мына жерлеріміз мозоль болып кетті деп айтқан жоқ олар. Нені айтты олар? Мына жерлерін айтты. Расулла иықпен иық тиіп тұрсын деді. Бірақ такбир тахрим алып, Аллаху акбар деп намаздың бірінші парызын бастағаннан кейін болды, сапқа қарамаймыз. Біреу шығып кетіп жатыр ма, біреу кіріп кетіп жатыр ма, қисайып жатыр ма, ода шаруамыз болмайды. Неге? Сен намаздың ішіне кіріп кеттің. Себебі мына әлемнен шықтың да сен намаздың ішіне кіріп кеттің. Тек қана сәлем бергенде барып есімізді жиюымыз керек. Қайттан осы әлемге кіреміз. Сахабалар айтады, біз намаз оқыған кезде соңғы намаз оқығандай үлгіде оқитынбыз дейді. Мысалы біреу барды, өлім сәті саған сообщение келді, қазір өлесің десе, мысалға мен 2 ракат намаз оқылайын деп оқысаң қалай оқисың жер намазды? Ешкімде шаруам жоқ. Ойыңның бәрі намазда. Соңғы намазың ғой сен себеп. Ең соңғы шанс берілді. Қалай намаз оқисың? Мына әлемнен шығып кетеміз. Бүткіл ойымыздың бәрі намаздың ішінде болады. Алладан кешірім сұрап тұрсын. Бір жігіт өзінің қызын күтіп көшеде жүр дейді. Қолында гүлі бар, ары жүреді, бері жүреді. Бір бауырымыз намаз оқып тұр екен жолдың жиегінде. Сонымен ана намаз оқып бола салып, жаңа жігіттің жағасы жармасып, сен мен намаз оқып тұрғанымда сен ойымды бұзып жібердің ғой сен мен. Ары жүресің, бері жүресің, ары жүресің, бері жүресің. Жаңа жігіт, аға кешіріңізші, мен байқамай қалыппын сіз дейді. Мен қызыма деген махаббатым соншалықты, көзіме қазір күтіп тұрған қызым көргенге шейін мен ешнәрсе көрініп тұрған жоқ көзіме. Қолымда гүл, сол қызымды көргенге шейін маған ешнәрсе көрінбейді көзіме. Айып етпеңіз, мен сізді көрмедім депті. Бірақ сізге сұрақ. Сіз намаз оқыдыңыз. Аллаға деген махаббатыңыз әлсіз екен сіздің. Сіз де Аллаға махаббат қойған кезде мен көрмей қалуыңыз керек еді сіз. Бірақ көріпсіз ғой, ары жүргенді, бері жүрген, ары жүрген, бері жүрген жауап берді дейді. Ақиқатында намаз солай болу керек екен. Ешнәрсені байқамай қал сен. Біреудің аяғында нең бар сен? Тиіспе біреудің аяғына. Тұра берсін жанында, қалай тұрса да. Намазбен бол, намазбен. Демек, бауырлар, жүрегімізді мешітке байлайық. Бірақ мешітке жүрек байланып деген сөз азынан кешке шейін отыра бер деп жатқан жоқ. Батарейкаға сүйеніп, жұмыс істеме, бала шағыңды бақпа, ризық Алладан тәуекел қыл, мен мешітте отырамын. Жоқ, ондай жер жоқ. Бірде Омар Радиаллаху анху мешітке келсе, бір жігіттер отыр дейді мешітте. Құран оқып, дұға оқып, не істеп отырсыңдар? Сол дұға отырмын, көріп тұрмын дұға отқандарыңды. Бала шағаларың бар ма? Бар. Кім бағалы бала шағаларыңды кім жұмыс істейді үйде? Ағам жұмыс істейді, сол ағам тапқан табысы екіге бөлінеді. Бір бөлігі өзінің бала шағасына кетеді, бір бөлік менің отбасыма келеді. Омар Радиаллаху анху сол мешіттен қуып шықты жаңа жігіттерді, кетіңдер бар. Сендердің ағаларың жақсы екен. Алла Тағала Құран кәрімде дейді, мына жұма күні айтады ғой. Жұманы уақыт келген кезде саудаларды тастаңдар да мешітке келіңдер. Намаздан кейін не істейді? Қайтта ризықтар іздеп кетіп қалыңдар, тұрмаңдар деп жатыр. Демек, жаңа жүрегім мешітке байланып деген сөз, отыра бер деген сөз шыққан жоқ ол жерде. Яғни қолың босаса мешітке кел. Махаббат байлансын. Жаңа айтқандай, ниет әрдайым мешітте тұрсын, жақсы көр. Сол мешітте тұрғандай, көшеде де солай жүр, базарда да солай жүр, қоғамда өзіңді солай ұстап жүрсе, Құдай қаласа, міне сен тақуасың, сен жүрегің мешітке байланған адам деп айтамыз дейді. Бұл нешінші адам? Төртінші адам.